Қыздар, етсіз сочный мощный соуспен орама әзірлейміз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Ойбай, етсіз қалай жейсіңдер? Ойбай, етсіз дейтін болсаңыздар, өздеріңіз қосып жасай берсеңіздер болады. Етсіз-ақ дәмді орама жасауға болатынын сіздерге көрсетемін. Қамырдың рецебін описаниеда жазып қалдыратын боламын. Салмасы үшін бізге картоп, капуста, құйрық май және дәмдеуіштер, сұйық май қажет болады. Барлығын соломка етіп, жіп-жіңішке қылып турап, жақсылап қолымызбен мыжып араластырып аламыз. Қамырымызды тең 3 бөлікке бөліп, жайма жаямыз. Ішіне салмамызды салып, орама қылып ораймыз. Және орамадан кейін өзімше болып тюльпан манты жасап көргенмін. Дұрыс шықпай қалды. Тағы да зерттеп көріп жасап рецептісімен сәтті шыққан күні бөлісетін боламын. Соусының да барлық рецептісін астына описаниеда жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіздер. Ас болсын.